мақта қыз ерте ешкі жөніп өртеді. Бір үйде мақта қыз бен оның кішкентай мысығы болыпты. Мақта қыз бір күні үйін жинап жүріп мүйіз тауып алады. Ол мысығым келші деп қанша шақырса да мысығы келмей қояды. Содан кейін ол мүйізді өзі жей салады да, содан кейін келеді. Не болды дейді. Не болды, маған айтшы дейді. Мақта қызым, мен айтпаймын дейді. Содан кейін мысық мақта қызға ренжіп сүтті төгіп тастайды. Содан кейін мысық сүтті төккеннен кейін мақта қыз мысықтан құйрығын жуып алады. Содан кейін мысық сиырға барады. Сиыр маған сүт берші, онда сен маған жапырақ бер. Ағаш маған жапырақ берші, сен онда маған су бер. Қыздар маған су беріңдерші, онда сен бізге сауыз бер. Дүкенші сауыз беріңші, сен онда маған жұмыртқа. Тауық маған жұмыртқа берші, сен онда маған дән бер. Содан кейін мысық тышқанға барады. Тышқанды ұстап, маған тезірек дәнді әкел дейді. Тышқан қорыққаннан тезірек өзінің ініне кіріп дәндерді бере салады. Содан кейін мысық ол дәндерді тауыққа апарады. Тауық оған жұмыртқа береді. Жұмыртқаны мысық дүкенге апарады. Дүкенші оған сағыз береді. Үш сағыз береді. Сағызды қыздарға апарады. Қыздар оған су береді. Суды ағашқа апарады. Ағаш оған жапырақ береді. Жапырақты сиырға апарады. Сиыр оған сүт береді. Содан кейін сүтті мақта қызға апарады да, мақта қыз өз құйрығын береді де екеуі достасып алады.